Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өздеріңізбен қазіргі таңда хит болып жатқан құрамында ерекше үгітілмелі қамырдан, ортасында құлпынай қосылған, үстінде мерингасы бар, өте тәтті ерекше бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Алдымен жұмыртқамыздың сары уызын алып, оған қант қосамыз және бөлме температурасындағы сары майды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Алдын ала илекштен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, қасықпен ұнға қопсытқышымызды араластырып, бастапқыда венчикпен араластырып, одан кейін ұнымыздың барлығын салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Біздің бәлішіміздің қамыры өте жұмсақ, тыңдағыш келеді. Және бұны тоңазытқышқа салмай, сразу жасай беруге болады. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды азғантай бөлшегін үзіп алып, үлкендеу бөлшегін осылай жайып шығамыз. Және жаңағы аз бөлшегін жәніне бортик жасаймыз. Шанышқымен тескілеп, қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бәлішіміздің қамыры піскенше, жұмыртқамыздың ағын салып, және оған аздап қант сала отырып, миксердің көмегімен 5-7 минутта меринга әзірлейміз. Бізде мерингамыз жаңағы жерге сілкілегенде түспеу керек. Тоңазытқышта, мұздатқышта қатып тұрған құлпынайларымызды осылай ортасына салып, үстіне жаңағы мерингамызды осылай төсеп шығамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларынша жаңағы кондитерлік қапшыққа, арнайы насаткілерге салып сәндеп істесеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Мен осылай бетіне салдым да, және лопатканың көмегімен осындай узорлар жасап шықтым. Мұнда менде пирогым пісті. Шамамен 15 минуттай 180 градуста осылай біздің мерингамыз қоңыр болғанға дейін ұстаймыз. Өте керемет болып шыққан, үлпілдеп, ауызда ериді. Біздің құлпынайымыз сәл қышқылтым, жаңағы мерингамыз тәтті, екеуі бір керемет үйлесім береді. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау